былай киме, бүйтпе, сөйтпе, отыр, тұр, боянба, ана шаш не. Бұл есікті ашсам, бұл сандықты ашсам, бұл жерден атқылайды деп ойлайды ғой. Атқылайды. Бала өмір бақи сол Санта-Клаус дегендерге, сиқырларға, капустадан шықтым деген әңгімелерге сене береді. Оргазм деген не, ләззат алу деген не деген сұрақтарды күйеуі қайтыс болғаннан кейін түсінеді. Маған қазір мына жақта жазса, ой, ондай жоқ, сіздер бұндайды айтып жатсыздар. Сіздер не айтып отырсыңдар? Қазақтың қыздары ондай әңгіме қозғамайды деп па? Солай, қоғамдағы маңызды тақырыптарды көтеретін бағдарлама. Біз кәсіби психологпен бірге өмірлік сұрақтарға жауап іздейміз. Адамдардың шынайы өмірін талқыламау үшін біз танымал фильмдердегі кейіпкерлер мен идеяларды мысал ретінде қарастырамыз. Егер фильмді көрмеген болсаңыз, оқасы жоқ. Бұл жерде өмірлік жағдайлардың себептерін және олардың шешу жолдарын қарастырамыз. Адам және сезім туралы ашық әңгіме. Солай бағдарламасы. Менің қасымда сезім платформасының кәсіби психологы Меруерт. Сәлем. Барыңызға. Дәл осы жерде біз әлемдік кинофильмдерге сүйене отырып, психологиялық аспектілерді талқылаймыз. Бүгінгі біздің киномыз қарайтын, әңгімелейтін махаббатқа тапсырыс. Біз сөйтіп оны аудардық. Сіздердің ойларыңыз болса, сіздер өздеріңіздің мүмкін бұған аударманы жазып бізге айтасыздар. Орысша «Любовь по вызову». Бұл киноны әртүрлі қырынан талқылауға болады. Былай қарасаң. Егер бұл жерде бірнеше әртүрлі темалар бар бұл жерде. Бірақ бізге қызығы бұл жерде адам өзін тану. Дұрыс қой? Сол жақтан қарайық. Сен үшін бұл киноның басты режиссер, мысалы режиссер жазған кезде басты қандай ойы болды деп ойлайсың? Мен ойымша режиссердің айтқысы келгені адамның өзінің денесін білу, тану қандай маңызды екенін көрсеткісі келді. Біздің басты кейіпкер 60-тан асса да өзінің дене бітімін тануға бір алғашқы қадамның жасағанын көріп тұрмыз. Бұл деген үлкен жігерлікті талап ететін бір мысал. Әрине біз деген оны пропагандировать етіп құптамаймыз, былай жасаңдар дегенмен. Бірақ кинода жаңағы әлі де кеш емес, өзіңізді тану, білу, денеңізбен танысу деген сияқты тақырыптарды қозғап отыр деп ойлаймын. Енді былай қарасаң, біздің бұл бірінші бағдарлама емес, біз енді бірнеше рет көптеген сөйледік, айттық. Біздің мақсатымыз біреуді сынға салу, ондай мақсат жоқ. Бұл біз киноны тек қана мысал ретінде алып, өмірде қандай бұндай жағдайлар, қандай плюс дейді ғой, қандай жақсылыққа алып келу мүмкін. Осы жерде сен айттың қазір дене туралы, дене білімін, дененің қандай өзінің сауаттылығыңды көбейту. Бұл жерде сен айтып кеттің дене деп, менің ойыма мынандай нәрсе келді. Шынында да бұл кинода біз көптеген ашық дене кадрларын көреміз. Бұл жерде жас болсын, үлкен кісі болсын, режиссер бұның бәрін әдемі түрде көрсетіп жатыр. Сенің айтқан просто мақсатыңа мен өзіме дәлел алып жатырмын да, сенікі айтқан дұрыс екен, бұл режиссердің қандай мақсаты болды. Өйткені егер тек қана мысалы видеоны алатын болсақ, бұл жерде біз көреміз, адам өзі өзгереді. Дұрыс қой, енді қатып қалмайтын адам жоқ. Жас болдық, үлкейеміз, кәрі боламыз. Әр уақыттың өзінің жақсылықтары бар. Бұл жерде не да? Басты кейіпкердің бір жағынан әттеген айын көреміз. Ойбу, мен жас кезімде өзімді танымаппын, жеткілікті білмеппін. Мен дене құрылысым қандай, оргазм деген не, ләззат алу деген не деген сұрақтарды
күйеуі қайтыс болғаннан кейін түсінеді. Мгм. Тіпті киноның өзінде де айтып жатады ғой, жыныстық қатынастан кейін күйеуім деген артқа қарайды да ұйықтап қорылдап кетеді деп. Бірақ мен өзім ләззат алдым ба, алған жоқпын ба, бұған кім жауапты ала алады, кім жауапкершілікті алу керек деген сияқты сұрақтарды басты кейіпкер өзіне қояды. Сондықтан да бұл негізі кәдімгідей өз-өзімен танысудағы бір саяхат деп алғым келіп отыр да бұл киноны. Әрине, бір жағынан әттеген-ай болса да, екінші жағынан жаңағы әйелдің өзінің жаңағы қатал отбасынан шыққанын көреміз. Қоғамда ондай нәрсеге рұқсаты жоқ сияқты бір қоғамда өскен әйел. Сонымен қатар ондай бір қарсылыққа қарамастан өзі бір жолдарды іздейді да. Осы әйтеуір бір 60-тан кейін мен көрейінші, өзімді танып, не болып жатыр денеммен. Осылай өле салам ба деген сияқты сұрақтар ғой. Бұл енді оның өзіне мынандай монологтар былай қарасаң 60-та басталған жоқ. Ол өзі айтып жатады. Ол жастайынан көптеген өзіне сұрақтарын қойып, тек шынайы батылдығы енді осындай, мен ойлаймын, енді жолдасы қайтыс болды, балалар өсті, өзіне уақыты көбірек пайда болды өзіне қарауға. Сондықтан сосын тағы бір не болатын шығар, бұл жерде бір уақытта мен ешкімге қарыз емеспін деген ой келеді. Сол ойды ары қарай дамыту үшін адам өзінің әйтеуір кім не айтса да мен өзімнің өмірім өзім білемін. Өйткені мен көптеген нәрселерден өттім, түсіндім, қазір енді өзіме қараймын деген. Бір жағынан сен қалай ойлайсың, осындай монологтар егер ерте басталса мысалы, бұл 60-қа деп күтпей қояйықшы, 40-тан асқан кезде, 30-дан асқан кезде осындай монологтар әйелдерде пайда болғанда мен қалай өзімнің денемді білемін. Мен жыныстық қатынаста сен айтқандай ләззат алып жатырмын ба? Маған ұнай ма? Бұл кәдімгі бір сұрақ, ұнай ма? Әлде мен әйтеуір күйеуім ұнасын, күйеуіме жақсы жасап жатырмын, ол бір парыз. Мысалы, осындай да әйелдер бар шығар, мен кім біледі, енді шыны керек, өмір деген әртүрлі болады. Осы кинода бізге көрсетіп отыр, осындай да әңгімелер бар, осындай да жағдайлар бар. Менің сұрағым сонда, егер осындай монологтар пайда болып жатса, олармен не істеу керек? Басып тастаймыз ба? Көп сөйлей берме деп. Менің ойымша, әр адам енді денесі өзгерген сайын сұрақтар көбейе бастайды да. Неге мен омырауым пайда болды? Неге менің дене бітімім былай өзгеріп жатыр? Неге мен салмақ қосып жатырмын? Немесе неге мен бетімде андай шашым өсіп жатыр дейді. Шашым өсіп жатыр. Денемде мысалы, ол да бір кәдімгі сұрақ қояды ғой өзіне. Неге мен беттерімде дақтар пайда болды? Неге қатты майланып жатыр деген сияқты. Әрбір кезеңде бір сұрақтар пайда болады. Оған байланысты адамдар енді өз-өзіне жауапкершілік ала алатын болса, жауапты іздейді. Екінші жақтан, егер отбасымен жақсы қарым-қатынаста болса, әрине ол әкесіне, анасына барып сұрақты қоя алады. Бірақ кейде көбінесе ата-аналар дайын болмайтын сияқты да балаларға жауап беруге. Тіпті андай, біз қалай туылдық деген кезде де ата-аналар біз сені капустаның ішінен тауып алдық, анау-мынау деген сияқты әңгімелерді айтады. Бірақ дегенмен онша дұрыс жауап деп санамаймын. Негізінде бәрін ашық. Ол да бір иллюзия ғой. Ол да иллюзия. Балаға кішкентайынан бір жағынан өтірік айту. Сен өтірік қой, осы ертегілерге сен жүре бер деген сияқты әңгіме ғой. Егер кішкентай кезден сіз балаңызға сөйтіп айтып жүрсеңіз, әрине бала өмір бақи сол Санта-Клаус дегендерге, сиқырларға, капустадан шықтым деген әңгімелерге сене береді. Бірақ дегенмен біз ғашық болған кезде де, мысалы, бір іштей бір сезімдеріміз көтеріліп, жүрегіміз қатты соққан кезде де біз оны қалай түсіндіреміз? Егер капустаны тауып алатын болсақ бір-бірімізді, ой, жай бірге туылдық, сондай болдық, тіпті андай көбінесе адамдар өздерінің ата-аналарының қалай танысқанын білмейді. Қалай танысты? Қалай бір-бірін сүйді? Махаббаттары қалай жалғасты, қалай басталды,
қандай қарсылықтардан өте алды екеуі бірге, неше айдан кейін үйленді, бала қалай пайда болды деген сияқты, ондай үйде мүмкін ол сен ойлайсың неге сондай жағдай болып жатады? Бұл мысалы отбасы, әйел мен еркек өзінің махаббатын бір рутина дейді ғой, рутинаға кіргізіп, өздері әйтеуір, өйткені мысалы сен айтып жатсың, мен білем, менің үйімде енді бұлар әңгімені жақсы көретін, әйтеуір соны айта беретін, қайталай беретін да, олар енді өздеріне ұнайтын нәрсе ғой, енді ой біз кездескенде осылай болды. Кеше ғана бір анаммен сөйлескен кезде өзім айтады да, ол да андай өзінің бір нелерін, қалай андай воспоминания дейді ғой, өзінің еске алуын. Сонда мен айтамын ғой, бұл әңгімені мен көптеген рет естігем, бірақ бүйтіп естіп жатырмын. Бірақ білеміз, басқа жанұялар бар, ол жерде айтылмайтын нәрсе. Айтылмайды. Сабақ оқы, тамақ іш, ешқандай коммуникация менің ойымша кейде көбінесе адамдар өздерінің өмірін функционалды ретінде қабылдайды да. Тек тамағын беріп қамтамасыз ету, ұйқысын бір қамтамасыз ету, киімін кигіздіру болды. Мектепке апару, қосымша сабақтарына беру деген сияқты. Бірақ тілдесіп, жақындасып, сондай қиын сұрақтарға сырласу қиын сияқты. Бұл өте маңызды нәрсе, бірақ өйткені оны іштей үлкен ересек ата-ана қабылдау керек та. Неге? Мысалы, кейде қыздар есейе бастаған кезде әкелері шыдамайды есейген қызға көздерін былай салып қарауға ше. Өйткені іштей оның қызғаныш сезімі өршиіп тұрған кезде ана қыздың женственность дейді ғой, соны басуға бет бұрады да. Былай киме, битпе, сөйтпе, отыр, тұр, боянба, ана шаш не, анау деген сияқты көптеген комментарийлар болады. Сондықтан да қыз енді қыз болып келе жатқан кезде ол деген қатты басылып кетуі мүмкін. Немесе ана мен қыздың арасында да психологиялық тұрғыда бір қызғаныш сезім болады. Мысалы, ана да өзінің ішінде жаңағы өз дене бітімін қабылдамаған кезде, бірақ қызында соны көріп жатса, кейде соны қызғанып көтере алмайтыны болады. Ой, саған дым жараспайды, шешші ананы, не анау, проститутка сияқтысың, анау мынау деген сияқты дөрекі сөздерді айтып қолданады, бірақ ол дөрекілік қайдан келді? Өйткені оның ата-анасы мүмкін сөйтіп айтқан шығар сол әйелге. Менде қазір мынандай сұрақ, егер сен айтып жатырсың, ер адам мысалы әке болсын ұрыспен айтады, боянба, киім киме, мынандайды, былай істе деп, ол өзін танымаған мүмкін сол сондықтан ба, мысалы әйелді, егер мысалы біздің кейіпкерімізді алатын болсақ, оның баласы бар, қызы бар. Былай түсінеміз, мысалы қызы звондап жатады, олымен сөйлескенде бүйтіп, андай қатты қарым қатынас жақын емес, жоқ екен. Баласымен де суық екенін біліп отырамыз. Мен қазір өзіме бір сұрақ қойып жатырмын да, мүмкін өзін танымаған адам, ол баласына да осы білімді бере алмайды. Иә? Сондықтан бұл жерде осыдан өзін танымағандықтан арғарай бүйтіп дами беретін нәрсе, өйткені осы қайдан шықты десек, неге осындай болып қалды деген сұраққа ол бірінші бұл сұрақты өзіне қою керек, дұрыс па? Сонда әрине. Бұл енді білімділік қой. Мысалы, біз деген көп нәрсені ата-анадан да күтіп отыра алмаймыз. Адам да өзі талпыну керек, жауапты іздеп, әр жерге барып, ізденіп, арнайы мекемелерге барып қатысып, қазіргі таңда жыныстық қатынастың білімін арттыру жолында көптеген қазір мекемелер бар. Олар ашық түрде қыздарға өзінің бір ақпаратын береді, ер адамдарға арналған ақпаратын береді. Ішінде қыздығы да бар, дене бітімін тану деген сияқты бүкіл кәдімгідей бір жағынан қоғамда ол деген еркін айта алмайтын әңгімелер. Оны отырып алып былай айта бермейсің ғой. Әр қыз, әр ер бала сескенеді, ұялады. Сондықтан да бұл жерде кәдімгідей кәсіби маман айтып жеткізе алады, егер ата-аналардың қолынан келмесе. Түсінемін, әрине, ата-аналар да олар мүмкін мансап қуып,
қолдары босамаған шығар, олардың ата-аналарынан да бір жеткілікті білім жетпеген шығар, бірақ дегенмен қазіргі біздің 21 ғасырда көптеген жақсы білімді бере алатын жыныстық қатынас туралы мен білмеймін, мен қазақша дұрыс айтып тұрмын ба, sex education, да? Мысалы, кейбір отбасылар оған қарсы. Sex education деген жыныстық сауаттылық дейміз ғой, жыныстық сауаттылықты арттыру жөнінде. Бұл деген өте маңызды нәрсе, өзім білмеймін, енді басқа мемлекеттерде болғандықтан маған ол ерсі көрінбейді, өйткені ол жерде кәдімгідей алгебра, математика, ағылшын пәні, орыс тілі пәні сияқты берілетін кәдімгідей еркін тақырыптағы доступный әңгіме да, білім. Маған ұнайтын осы біздің бағдарлама неге ұнайды? Шын айтайын, мен өзіме бір жаңалық ашам. Өйткені біздің киномызды алмаймыз, отандық. Біз басқа бір Америкадан аламыз киноларды, Европадан. Содан біз олардың киноларын қарағанда ойлаймыз, олардың проблемалары бізбен ұқсас. Мен айтамын, олардың мысалы жыныстық, енді sex education деген олар біледі ғой, енді жақсы білетін нәрсе. Бірақ сонда да олардың осындай жағдайлар болып шығады. Мен өзім ойлаймын, ол өйткені бұл жерде біреуге қараудың несі жоқ, біреуге қарап, ол өзімізге қарайық. Әйтеуір түсіндік, бәр жерде бұл жағдай бар жерде, барлық әлемде бір проблемаларға әкеп соғады. Бұл жерде ортақ нәрсе не? Мысалы, секс, жыныстық қатынас туралы әңгіме айту негізі бұл табу әңгімелер да. Өйткені ұят сезімін қатты көтеретін тақырыптар. Екіншіден, бізде қоғамда ол табу әңгіме болғандықтан, оған қоса тағы да діни немесе old fashioned дейді, бұрынғы әдет ғұрыпта өмір сүріп келе жатқан отбасыларға бұл өте қиын тақырып. Сондықтан да жаңағы басты кейіпкер өзі айтады ғой, кәдімгідей әке-шешесі, кәдімгідей діндегі қатты берілген адамдар. Сондықтан да әрине бұл жерде ондай тақырыпта еркін әңгімелесу оңай нәрсе болмаған. Бұл жағынан, бір жағынан сен айтып кеттің 21 ғасыр деп, мен ойлаймын, қазір информация өте көп. Сондықтан қазіргі уақытта егер біз өзіміз балаларымызға дұрыс информация бермесек, ол басқа жақтан дезинформация дейді. Басқа кішкене бұрылған информацияны алған кезде осы дұрыс деп ойлайды. Сондықтан мен өзім шын айтам, жазып көрдім, жыныстық сауаттылық дегенде бірінші интернетте шыққан нәрсе, ол жыныстық сауаттылық отбасынан басталады дейді. Ол мысалы біз өткені ойлаймыз, көптеген нәрсе, мен өзім ата-ана болғандықтан біз айтамыз, мектеп бар, мектеп үйретеді, болды. Әйтеуір сол мектепке мұғалім бар, мұғалім айтады. Бірақ мен шын айтам, оқыған кезде отбасынан басталады дегенде өзім де ойлап қалдым. Менде де ұлдарым өсіп жатыр, мен ұлдармен сонда мен сөйлесем, ол жерде жазылып тұр енді. Ұлдармен әке сөйлесу керек деген сияқты нәрселер. Қыздармен әйелдер сөйлеседі деген сондай жазып қойған, как навигация сияқты. Мен мысалы былай айтам да, мен бір таңғалғаным, бір рет сол саяхатта жүргенде, оқуда жүргенде, басқа мемлекеттерде бір ата-ананы кездестіріп қалдым да. Сөйтіп маған айтады, мен қызымның етек кірі келген кезде бізге өте жеңіл болса екен дейді маған. Мен бір қарадым, таңғалдым. Сосын екіншіден айтады да, бұл біз үшін өте үлкен қуанышты сәт. Мәссаған дегенсің ғой, мен таңғалдым. Сол кезде енді ананы тыңдап отырған кезде, енді сұрадым, қалай дайындап жатсың, бөлісші деп. Мен дым білмейді екенмін ол туралы деп. Сол кезде ананы кәдімгідей ритуал ретінде түсіндірген кезде, мен ойладым да, қандай керемет, өткені көбінесе біздің қоғамда тіпті етек кір дегенді кір ретінде түсіндіреді да. Ол деген
жақсы нәрсе емес. Бұл деген енді әйелдің қыздың әйел болғанның бір не себепші бір причинасы ғой. Ана болады ары қарай деген сияқты ғой. Иә, бұл есеюдің бір белгісі. Иә. Соны тіпті кәдімгідей әйелдердің ішінде, енді анасы мен қыздың арасындағы кәдімгідей бір кішкентай қуанышты бір мейрам болып тұр. Сосын тағы да осы жақында Цискоридзенің балерон бар ғой. Соның интервьюсын қарадым, сол кезде айтады да, мен гигиена жаққа көп көңіл бөлемін дейді. Таңертең келген кезде қызы да ұлы да таза болу керек дейді. Ол да енді education'ның бірі ғой, sex education'ның бірі. Сол кезде айтады, әрине мен кейбір қыздарға, балаларға айта алмаймын, сондықтан да ата-аналарын жинап айтам дейді. Сендер өздерің айтып жеткізіңдер. Қыздар былай жүру керек, бұлдар былай жүру керек деген сияқты. Сондықтан да енді кейбір отбасыларда әрине біз көреміз жиі, шашыңды ал, бүйт, сөйт дейді ғой ер адамдар балаларына. Ол кәдімгідей міндет. Оны ол бар нені айырмашылықты басқа елге барған кезде мыналардың әкелері шашыңды ал деп айтпайды екен ғой деп соған көзің жетеді. Сол кезде енді әрбір культураның өзінің айырмашылықтарын өте жеңіл көресің, көп танығаннан кейін, білгеннен кейін. Сондықтан да бұл жерде кәдімгідей әрбір кезеңде бір ережелер бар да, денеге бітім туралы. Тіпті бір қыз айтпақшы, мен айнаға қарасам өзімді қабылдай алмаймын, өзіме жек көрінішті болып көріндім деген сияқты. Бұл нені білдіреді? Өйткені енді 30-ға таяп қалған қыз сонда өзі 13-12 жастан бастап өзін қабылдамағанын көрсетіп тұр ғой. Өйткені мүмкін жеткілікті білім болмаған шығар, немесе ол жақындау, ол қорқынышты нәрсе сияқты болған шығар. Соның барлығын айтып түсіндіру әрине ата-ананың парызы. Ал егер ол жеткілікті болмаса, әрине ол білімді алу керек. Бұл жерде енді бала ол бір уақыт, әрине ол өскен кезде ол социумға шығады, достар пайда болады. Бізде көптеген шынайы, енді шыны керек, көптеген нәрсені біз достарымыздан біле аламыз, интернеттен қазіргі кезде біле алады. Мен өзім қызық, сіздердің ойларыңыз қандай? Егер сіздер балаларыңызбен сөйлесесіздер ма? Немесе бұл табу тема ма? Өйткені біз қазір тек қана өз ойымызды ғана айтып жатырмыз. Мүмкін қазіргі кездегі ата-аналар бізден жақсы біледі, олар балаларымен сөйлеседі. Сондықтан осындай бір кішкене егер ойларыңыз болса, жазыңыздар. Ал егер сөйлеспейміз десеңіз, неге сөйлеспейсіздер? Неден қорқасыздар? Қалай ойлайсыздар? Керек нәрсе ма бұл жыныстық сауаттылық деген қазіргі кездегі, осындай әңгіме? Жанна, білесің бе тағы да қандай проблема? Бізде көбінесе ер адамдар өздерін, мысалы қыздарға бәрі міндет қояды ғой, гинекологқа бар, бүйт, сөйт деген сияқты әңгімелерді айтқан кезде, ер адамдар өздерінің маманына, урологқа бармайды мысалы. Бұл да енді отбасында не болғанын көріп жатамыз ғой, бұл да бір белгі ғой. Көбінесе ондай жауапкершілікті алатын адамдар. Мен білмеймін, бірақ енді көптеген ерлерді білмеймін, бірақ мен ойлаймын, шыны керек, мен ойлаймын, урологқа ерлер барады, барып жүреді. Жоқ, барады, бірақ көбінесе ол жеңіл нәрсе емес та, жеңіл тақырып емес, былай еркін сөйлесіп, Жанна, сен бардың ба, қаншалықты жиі барасың деген сияқты әңгімені естідің ба? Естіген жоқсың. Енді олар өздерімен сөйлесетін шығар. Бірақ дегенмен деймін да, көбінесе мен ойымша қоғамда қатты қашқақтайтын сияқты. Бірақ бұл да енді өз денемен танысу ғой. Бұл деген тек қана қыздарды айтып қоймай, ер адамдарды да айту керек. Әйел болсын. Мен мысалы ойлаймын, егер осы киномызға келсек, біз 60 жастағы әйелді көреміз. Өзін танымаған. Өзі айтып жатады, мен күйеуімен бірге тұрған кезде осы қанша 30 жыл болсын, қанша жыл тұрды бірге, осы уақытта бір шынайы оргазм сезбегем деп айтады. Я всегда разочаровывалась. Я хочу кое-что сказать. Ладно. Я не достигала оргазма. С партнером? Ни с кем. А наедине? Нет, даже наедине. Дәлелі, сондай, соны
қазіргі кезде, бірақ мен қалай жасанды оргазм дейді ма, жасанды оргазм, мен ойнадым деп айтады, иә. Ол жерде көрсетеді қалай ол актриса болып жатады. Бұл енді күлкі болсын, жылайтын бір нәрсе болсын, бірақ шынайы өмірде ол бар. Иә, осындай жасанды оргазм деген. Қалай ойлайсың? Неге әйелдер осыған барады? Ол маған, мысалы, енді өйткені А дедік, Б дей берейік деген сөз ғой енді. Ақыры бұл әңгімені аштық. Бұны енді жыныстық қатынасы, жыныстық сауаттылық дегенді түсініп жатырмыз. Ол өте маңызды нәрсе. Бірақ егер оны жастайынан түсіндірмесек, қандай последствия деген сияқты ғой, қандай нәрсеге алып келеді деген сияқты болсақ, мысалы, жасанды оргазм. Бұл мен білем, енді шыны керек, жанұяларда ол нәрсе бар. Маған қазір мына жақта жазса, ой, ондай жоқ, сіздер бұндайды айтып жатсыздар. Сіздер не айтып отырсыңдар? Қазақтың қыздары ондай әңгіме қозғамайды деп па? Онда енді ол адам болғандықтан бармыз. Оған да көндік деген сияқты. Енді бұл кинода бұл кәдімгідей бір проблеманы көтеріп жатқан сияқты, мен ойлаймын. Тек қана осы біз егер жасын алып тастасақ, бұл қарым-қатынастарын алып тастасақ, бір осындай факт. Ол бар. Өмірде бар. Неге сондай нәрсе болады? Неге әйелдер осыған барады? Қандай ой болады? Мен сұрағым. Психологиялық жағынан, иә, әрине. Мысалы, қарашы, біз деген кішкентай кезде енді ер азаматты құрметте деп үйретеді ғой. Сол кезде көбінесе менің ойымша қыздар өздерінің мүддесін қорғай алмайды да, көбінесе ер адамдарды қуантуға тырысады. Тамақтарын жасап, жағдайын жасап деген сияқты. Сол кезде де енді сол жыныстық сауаттылыққа келген кезде, менің ойымша, бұл жерде де көп үрей бар да. Егер мен оны былай жасамасам, онда мен жаман әйелмін. Мен жеткілікті жақсы әйел емеспін. Мен кухняда қолымнан мынандай нәрсе келсе, мен неге мына жерде ондай емеспін деген сияқты. Көптеген андай дефектіге толы сұрақтар көбейе бастайды да. Сондықтан да онымен қосылмау үшін әрине жасанды оргазмды жасай салу оңай шығар деп ойлаймын. Ары қарай қазбақ қояйын деген сияқты, ары қарай сұрағы өзіме қоймақ қояйын, осы жерде тоқтап қалайын деп ойлайды. Өз-өзіңді алдау ғой. Мысалы, жасанды оргазм дегеннің өзі де адам өзінің сезіміне берілмей, шынайы болмай, басқа жасанды нәрсеге сену. Ол нені білдіреді? Жаңағы отбасындағы жақындықты білмеген, түсінбеген адам қазіргі серіктесімен, партнерімен қалай ашық сөйлесе алады? Бұл жерде коммуникацияның жоқтығының белгісі. Егер тіпті окей, екеуі де бір енді ғана бір-бірін танып, түсініп жатқан жағдай болса, кейде адамдар бөлісе отырып, әйтеуір бір шығысын табады. Ал бұл жерде өмір бақи ана әйел аузын жауып, мысалы, ер адамның мүддесіне көп көңіл бөлген сияқты деп ойлаймын. Сосын ол да бір жеңіл жол деп ойлайды ғой, бірақ шынында ол ондай болмайды, иә? Қартайған жасында уже түсінеді да, өзінің қандай қателіктер жасағанын түсінеді. Мысалы, мүмкін кезінде оны енді ол әңгімені көтермей, мүмкін жетпес пе еді, мүмкін ертерек өзінің денесін танып деген сияқты. Енді бұл жағдайда бұл біздің кейіпкеріміз, ол мен өзім ойлаймын, енді ол 60 жасқа келіп, әйтеуір бәріне қол сілтеп, өзінің жағдайын жасай бастады, ешкімге қарамай. Бірақ бір жағынан бұл уақытты күтпей-ақ дегенде айтқым келеді да, егер осындай сұрақтар болып жатса, қазіргі кезде психологтың үлесі өте көп. Егер осындай ішінде сұрақтар болып жатса, міндетті түрде өзімен ғана қалып, ешкімге айтпай, ішінен тынып жүрген
қазір уақыт ондай емес. Қазір ешкімге бұрында егер психологқа барса, әйтеуір болатын, ойбай, сен ақшаң көп па, не, сондай бір сұрақтар болушы еді ғой. Психолог, киноны көріп алдың сен деген сияқты әңгімелер болды. Қазір ондай ешкім ондайды айтпайды, шыны керек, бәріміз білеміз. Психологқа бару деген ол сен басқа біреуге еліктеп жатсың. Иә, дәрігерге барып келген соған теңейді. Өзінің, сондықтан мен ойлаймын, егер шынында сіздерде осындай сұрақтар болып жатса, өздеріңізге оны бір жағынан ыңғайсыз екенін сезіп жатсаңыздар, ал енді өзімен сөйлесу мүмкін қазіргі кезде қиын. Ол да болады, иә, әркім адам ол өзімен шынайы сөйлесе алмайды. Онда тамағымда сақау деген сияқты. Ол енді ол монологқа өзін дайындау керек шығар, иә. Сондықтан кәсіби маманға барып, мүмкін сондай тақырыпты көтерсеңіз, ол басқа бір жаққа алып келеді. Әрине, адам денесі ол трансформация күнімен өзгеріп жататын нәрсе. Ол бүгін осындай болдың, ертең айнаңа қарасың, қартайып қалыппын. Ол да бар, қартайып қалдым дейді, қарамай қояды бетіне, қалып қалады, бітті, мен ана қала берейін, өзімнің есімде қандай әдемі болдым. Ол да бір иллюзия қайтадан, иә? Әрине. Не айтқым келіп еді жаңағы? Кәсіби психологтарға барған кезде. Так, түсіндім. Негізі адамның сау психикасы ғана психолог қалып келеді. Адамның ішінде бір сау сана жатса, сол сау санаға сүйене отырып келуге болады. Егер өмір бақи ойбай қорқам, ол психологтың алдында қалай ашыламын деген қорқыныш сезімі әлі де болса да, әрине онымен де жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Өйткені әттеген-ай деген нәрселер көбейіп кетеді. Неге мен бүйтпедім, кезінде мен бүйткенде солай болушы еді деген сияқты көптеген үміттер үзіліп қалады. Сол кезде енді бір жағынан ең қорқынышты нәрсе не болуы мүмкін деп ойлаймын да өзім. Сені жеп қоймайды, сені ұрмайды, сені ұрыспайды. Тек қана сөйлесу болды. Ол енді мен білемін, адамдар неге барады, қорқуға барады. Егер бұл есікті ашсам, бұл сандықты ашсам, бұл жерден атқылайды деп ойлайды ғой. Қазір мен бұны ашсам, мен оданша осында өзіммен жарамды бүйтіп пластермен жауып қойып, арасында ауыстырып тұрсам, осы маған жетеді деп ойлайды адамдар. Ол да дұрыс мысал. Бірақ екінші жақтан негізі адам деген өз-өзіне сену керек та. Бір кездесуден сенімен не болып кетеді? Ешнәрсе болмайды. Оға дейінді, психологқа дейінді өмір сүрдің, әрі қарай да өмір сүресің. Ол енді информация деген сияқты нәрсе, иә? Екіншіден, мен өзім әрдайым клиенттерге айтамын, келе салып, сразу ойбай травмалармен жұмыс істейік деген әңгіме, ол дұрыс әңгіме емес. Өйткені травмалармен жұмыс істеу, ол 1 жылдан кейінгі ғана жұмыс, немесе 2 жылдан кейін жұмыс. Ол келе салып, сразу кеттік отработка жасайық деген қазір Инстаграмда толып кетті ғой, енді потолокты көтеру керек, денежный бір нәрсе деген сияқты әңгімелер, ол ондай ойыншық нәрсе емес, психикамен ойнауға болмайды, сондықтан да ең басты ереже не навреди, да? Ол жайлап адам деген үйрену керек. Мысалы, қазір біз бір-бірімізбен әңгімелесіп отырмыз ба, біз бір-бірімізге әр түсірілім арқылы ашылып жатырмыз. Бірден сразу ашылып кеткен жоқпыз. Сондықтан да психологпен де жұмыс істеген кезде бізге бірнеше уақыт керек. 6 рет, 4 рет кездесіп. Ол енді адамдар ойлайды ғой, ол ақша деп. Бұл сондай көптеген ойлар келеді ғой. Ой, қазір бір сеанс емес, ол маған 10 сеанс қояды, ол 10 сеанста бір сеанста жасайтын нәрсе деген сияқты көптеген өзіне скептический настроймен өзіне сөйтіп қарайды. Енді ол саудаласу ғой. Егер сен саудаласасың, әрине оның артында сен, значит, бір нәрсе күтіп отырсың. Егер сен саудаласпай, мен өзіме сондай мүмкіндік берейінші, көрейінші, не екен, дәмін татып көрейінші, қандай адам екен, мен өзім қандаймын, мен басқа адамдармен қарым-қатынаста болғанда қандай манипуляцияларды қолданамын, мен қандай қателіктерім бар, немесе мен неге қатты көңілімді көтереді, немесе төмен түсіреді деген сияқты көп нәрсеге жауап алуға болады. Бірақ бұл да енді
таңдау ғой. Иә. Әр адамның таңдауы. Әрине, әрине. Керек па, керек емес па, ол Иә. ешкімді Иә. зорлап мәжбүрлеуге құқы жоқ. Бұл жерде егер енді түсіндік, егер түсініп жатса адам деген ол психологқа барып, оны кішкене басқа қырдан қарап өзінің өміріне. Ал егер жағдай болмай жатса, шыны керек, ол да бір ақшаның бір несі, уақыт деген көптеген нәрселер мүмкін жібермейді деп айтайық. Үйде, мысалы, бүгін біздің тақырыбымыз өзін тану. Өзін тану, үйде өзін қандай лайфхак дейік, қандай жұмыстар жүргізуге болады. Осы психолог болмаса, өзім, мысалы, мен қалай өзін тануға қандай жұмыстарды жасауға болады деген сияқты, мысалы, әйел болсын, еркек болсын, бұл жерде бөлмейміз енді, шыны керек. Мен ойымша бәрібірде кітапқа жүгінетін сияқтымыз, немесе видеоларға. Бірақ оның әрқайсысына бірден сенудің қажеті жоқ, бірақ тек мағлұматты жинақтау керек деп ойлаймын. Мысалы, окей, мынау кәсіби маман былай деп жатыр, мынау былай деп жатыр. Бұл мен өміріме сәйкес келе ме, келмей ма? Сонымен қатар анатомиямен танысу. Мысалы, мен де сен айттың, мен ойладым, бір жағынан, мысалы, кәдімгі анатомияны алып, оқысаң, ол да кәдімгі бір кірпіш. Конечно, ол деген жыныстық гормондар, секреция бөліну, неден бөлінеді, қалай бөлінеді, неліктен біз деген ішкиімізді ауыстырмаймыз деген сияқты, олар қандай дертке алып келу мүмкін деген сияқты көптеген нәрселерді кәдімгідей биологиялық тұрғыдан оны кітаптан оқуға болады. Тіпті қазір қолжетімді ғой кітапханаға бару. Алматының өзінде де қаншама кітапханалар бар. Сонымен қатар YouTube-тың ішінде қанша кәсіби мамандар өздерінің каналдарын жүргізіп жатыр. Үшіншіден, енді білмеймін, енді мүмкін жаңағы мен Инстаграмда, мен подпискамда бар жыныстық қатынас туралы жаңағы білімді арттыру жөнінде бір мекеме бар. Қазір есіме түсіре алмай тұрмын. Ұят емес па? Қазір енді қазақ тілінде де көптеген нәрселер шығып жатыр. Ол тек қана орыс тілінде емес, тіпті қазақ тілінде де бар. Егер үйіңізде кәдімгідей қатал тәртіптегі бір дінге қарсы нәрселер көп болатын болса, ол деген енді өзіңіздің біліміңізді арттыруға ешкім кедергі жасамайды ғой. Бөлек отырып, оны тыңдауға болады ол ақпаратты. Мысалы, ол деген 18-ге толдың ба, 16-ға толдың ба, сен кәмелеттік жасқа толдың, демек сен уже 13-12 жастан бастап сен өзің денеңді таныдың деген сөз. Неге шаштар пайда болды деген тіпті, неге сен айтып жатырсың, мен ойлап жатырмын ғой, ол әр кезеңнің өзінің бір сұрақтары ғой. Егер неге омырауым өсіп жатыр деп айттың сен, ал егер сосын тағы бірде бар климакс деген, ол да кәдімгі, одан да қорқады ғой адам деген. Ойбай, мен оны бәрін білем ол туралы дейді, бітті. Менің айтты маған көршім айтқан. Ол шыны керек, оны шынайы дәлелмен, шынайы мағлұматпен, ол кітаптан оқуға болады, биологияға сүйеніп, анатомияға сүйеніп. Бір кино бар, есіме түсіре алмай тұрмын, соның ішінде жаңағы тек әйелдердің өмірін көрсетеді. Сол киноны көрген кезде жаңағы мамасы ұсынады, прокладки или тампоны. Шынымды айтсам, мен өзімде де сол 12-13 жасымда сондай сұрақтар көп болатын. Қайсысы дұрыс? Сол кезде, сол сәтте журналдар болатын. Cool Girl деген сияқты, білмеймін, қазір қыздар оқиды ма, ер жігіттер оқиды ма, оқымай ма. Бірақ соның ішінде сондай жиі қойылатын сұрақтарға жауаптар көп болатын. Тіпті не дейді, айнаны алып, өзін алдына қойып, денең бәрін қарастырып, қара деген сияқты, таныс деген сияқты біріншіден... Жасадың ба? Жасадым. Бірінші қорқасың дейді, сосын одан кейін үйренесің. Қанша жаста? 12-13 жаста. 12-13. Тіпті сленгтерге дейін кәдімгідей көп мағлұматты біліп тастадым да. Мысалы, көбінесе айтады ғой, мысалы, сүйісіп қойсаң болды, екіқабат болып қаласың деген сияқты көп иллюзиялар болды ғой. Әрине, ана журналды оқығаннан кейін
мынаның бәрі өтірік екен ғой, біз естіп жүрген әңгіменің барлығы деген сияқты. Сол мұғалімдер де тіпті кейде қорқыту үшін айтып қояды ғой, андай как это, нежеланная беременность болып қалмасын, анау мынау деген сияқты. Сүйіспеңдер әйтеуір үйге соғанда. Жүрмеңдер, қыздар болып жүрмеңдер, қыз бала болып жүрмеңдер, анау мынау деген сияқты әңгімелер бар, бірақ ол қорқыту емес, басқашалай жеткізу керек деп ойлаймын да. Ол енді дезинформация. Дезинформация. В любом случае бұл жерде не ғой, артық қылып, тыртық қылып жіберген ғой енді. Қорқыту, басу. Ал енді ол арғы жағы басқаша шығады. Мен сүйіспедім ғой. Неғып бала, мен әйтеуір, мен жыныстық қатынасқа бардым, бірақ сүйіспедім, өйткені бала пайда болады деп. Мысалы, сондай әртүрлі шыны күлетін нәрсе сияқты, бірақ ондай нәрселер болып жатады. Ал егер сен айттың, түсіндік, кітапқа сүйенейік, оқиық, қарайық, айна туралы айтып кеттің. Осы туралы кішкене көбірек назар аударайық, кішкене. Егер 12 жаста, 13 жаста қыз бала кулда жазған сияқты, өз денені бетіп қарап шығып, бір жағынан қорқасын. Ол кәдімгі адамның табиғи, құбылыс деп айтамыз ба, қалай ол осындай реакция дейміз ба? Бұл біздің киіміміз. Дене, ол біздің киіміміз. Киім дегенде енді метафорически айтып тұрмын, бірақ сыртқы киімді киген кезде біз деген әрине көп нәрсені жабамыз. Бірақ айнаға қарап өзіңмен танысу, ол басқа нәрсе. Сен өз-өзіңмен шынайы болуың. Оны тек қана мүмкін болашақта сенің ер азаматын көру мүмкін, немесе әйелін көру мүмкін. Мысалы, бір дефектілер болса, кейде болады ғой, бір жарақат алып деген сияқты денеде бір із қалып қояды. Бірақ дегенмен, мен ойымша, әрбір адам өзінің денесін жақсы білу керек деп ойлаймын да. Мысалы, мен әлі де есімде, мысалы, 13 16, 20, 25, 30 жастағы дененің өзгергенін әрдайым есімде. Тіпті суретке де түсіріп, пляжға барған кезде түсіресің ғой, салыстырасың. Ой, мен жастық шағым қандай күшті болған, анау мынау деген сияқты. Тіпті қыздар болып кездескен кезде біз деген іштерімізді былай түсіретінбіз баяғыда шағында. Мақтанып, кімнің іші қандай деген сияқты. Енді бұл да бір жастық шақтың бір белгісі ғой. Сол кезде бетімізді былай көрсетіп, енді кішкентай кезден томпақ боламыз ғой. Ол да бір әдеміліктің бір белгісі ғой. Өзін-өзіне қарау деген сөз ғой енді. Өзіңе назар аудару. Өзіңмен сүйсіну, өзіңді қабылдау, өзіңді кәдімгідей. Мысалы, жаңағы ең басты кейіпкер уақытында жас кезінде өз-өзімен танысанбаған, өз-өзінен ләззат алмаған. Сондықтан да ол деген жас бала арқылы өзінің жастық шағына оралғысы келеді. Екіншіден, мен не айтайын дегенім, мысалы, кейде қыз балалар ойлайды, егер мен омырауымды жасатып алсам, көтенімді жасатып алсам, ішімдегі майымды алып тастасам, мен өзімді қабылдадым, мен керемет жанмын, мен ең мінсіз адаммын деген сияқты әңгіме айтады. Бірақ ол ондай қабылдау емес. Сен өз-өзің денеңді қабылдасаң, саған ешқандай ота жасаудың қажеті жоқ. Өйткені сен өз-өзіңнен ләззат аласың. Әрине, мен деген бұл жерде қарсылық білдіріп жатқан жоқпын. Ол енді кішкене басқа тақырып сияқты ғой, пластика деген. Бірақ бұл жерде адам өз-өзіне, бұл енді бір причина ғой, мысалы, сен өз-өзіңе риза болмасаң, ота жасатасың. Өз-өзіңе сүйсіне алмасаң, көңілің толмаса, ол деген психологиялық бір проблемалардың бірі. Барлығы сондай деп айтпақ қояйын, бірақ ол да бір өз-өзіңді қабылдамау деген сөз. Бұл жерде айна туралы кішкене тағы да қайтып келгім келеді, өйткені бұл кинода кәдімгі үзінді бар, айнаға қарап тұрған кезде. Айнаға қарап тұрып, сол айнада өзін әдемі көргені, әрине ол бұл танысу 12 жас болсын, 20 жас болсын, 25 болсын, 30, ол өзгеретін нәрсе. Ал өзгермейтін нәрсе ол өзіңді қанағат, өзіме
иә деп айтуға деген сияқты, иә, өзімнің әдемі екенімді, қандай жас болсын, қандай көп болсын, аз болсын денем, иә, әйтеуір бұл менікі, бұл Құдай берген дене, бұл өзімнікі, менің өзімнің жаным деген сияқты болған нәрсе ғой. Сондықтан бұл кинода да біз көреміз, бұл өзі қарап тұрып, өзіне бүйтіп деген сүйсініп, түсініп қараған нәрсе. Сондықтан ол да бір шыны керек, бір күшті лайфхак. Егер психологқа барғым келмейді десеңіз, әйтеуір айнаға қарай алам ба өзіме киімсіз деген сұрақ қойып, соны жасап көріп, өзіңе қарап, сонда қандай реакция жүретін, ол бұл жерде эмоционалдық сауаттылықты қосамыз, не болып жатады, оған бәріне иә деп айту керек. Қорқып қалдым ба, өзіме бір жағынан мына жағым өте толықпын, мына жерде арықпын деген сияқты сұрақтар қойып жатса, ол да дұрыс нәрсе, ол да ойлар келеді. Ары қарай олар дами берсе, түсінеміз. Бұл бір рет жасайтын нәрсе емес қой, енді бір жағынан. Жана, сен жаңа айна туралы айтып кеттің да, мысалы, мен кейде консультацияға келген кезде қыздар да айтады да, ой, босанғаннан кейін толып кеттім деген сияқты, өздерінің бір денелеріне көңілдері толмайды да. Сол кезде айтам да, қыздар, бұл деген уақытша нәрсе. Бұл жерде де бір психологиялық кезеңде өз-өзіңді қабылдау. Андай тізесі шығып кеткен триконы киіп, шашыңды бір резинкамен қыстырып, бір тіпті шашта мүмкін жуылмайтын да шығар. Бұл просто сол аналық сәтке келген кездегі бір кезең да. Оны да қабылдап үйрену, ол да үлкен жұмыс. Жететін адам бар, жетпейтін адам бар. Ол да бір, мен ойлаймын, шыны керек, бәрі өзгереді, декорация өзгереді, жасымыз да өзгереді, адамдар өзгереді. Бірақ егер ішінде сен өзіңе қанағат болсаң, өмірге риза болсаң, сонда мынау ішіндегі нәрсе ол өзгермейді. Сонымен қатар жаңағы айна демекші, айна деген тек қана сол 12-13 жаста тіреліп қалмайды. Тіпті қазірде де өзім қарап отырамын ғой бетіме, андай әжімдер пайда болыпты. Бұл да енді уақыттың, жастықтың кетіп жатқан бір белгісі, сондықтан да бұл да бір қабылдаудың бір белгісі. Сонымен қатар шашқа да қараған кезде ойлайсың, мә, саған шашым да өзгеріп жатыр, шашымның да түсі өзгеріп жатыр, ақ шаштар пайда болып жатыр деген кезде, бірінші андай кішкене ашуым көтерілді да есімде. Неге мен әлі жасмын ғой деген сияқты, сол бір-екі шашқа сондай бір ызам келген бір сәт бар. Сосын бір жағынан ойлаймын, мә, бұл деген, бұл өмірде бәріміз мәңгілікке келген жоқпыз. Басқа ойлар келеді, оның артынан. Деңгей ғой, басқа деңгей. Сол осы бүгінгі жастығын қабылдау бір кезі. Енді кішкене қорытындайтын болсақ, кішкене емес, енді қорытындау керек. Қандай ойың келеді? Осы киноны алайық, өмірді алайық. Сен қандай ішінде бір өзіңе бір қорытынды болсын, немесе тағы бір ой туып жатқан шығар? Мен осы киноны көрген кезде негізі іштей өзім ойладым да. Білім алу ол кәдімгідей шексіз бағыт екенін, бірінші. Тіпті 60 жастан асып жатса да, адамның көңілі, өз-өзіне деген көңілін толтырғысы келеді да, мен неге соның бәрін жүйеріп қойдым, бірақ неге соны алмасқа деген сияқты. Тек қандай ізденіс үшін, білім алу үшін ғана соны қатты қолдаймын, басты кейіпкерді. Екінші жақтан, негізі бұл өмірге келгеннен кейін, өмірге деген өмір сүру үшін құлшыныс деген өте үлкен екенін көріп тұрамыз да, жаңағы басты кейіпкердің. Сондықтан да өмірге деген құлшыныстарыңыз бітпесін, әрдайым көп нәрсені қалаңыз, білімдеріңізді арттыра беріңіз, соны ғана қосқым келеді. Өзіңе де соны тілейсің, иә? Әрине. Бір шынайы оргазм деп па? Ол да бір өмірден шынайы оргазмды алудан шаршамаңыздар. Ол да бір жұмыс кәдімгі, сондықтан бүгін көп нәрсе айтылды. Бұл сөздер тек қана біздің ойымыз,
егер сіздер келіспесеңіздер, ол да әрине ойларыңыз сіздің, сіздерді жазсаңыздар болады, біз оқимыз, бізге қызық. Ал егер енді өзін тану деген айтып кеттік, бұл бітпейтін саяхат. Сондықтан бұл саяхатта жүрміз ба? Мүмкін ол бір бақ шығар. Өйткені өмір сүріп жатсақ, іздеп жүрейік, өмірімізді танып жүрейік, өзімізді біліп жүрейік. Коммуникацияны жасап жүрейік, сөйлесіп жүрейік. Ол да бір дұрыс нәрсе. Сондықтан солай.